Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Ассалаумағалейкум секе, қалыңыз қалай? Сіз өзіңізді как правозащитник ретінде жақсы көрсетесіз. Неге қазақ ішкі саясатына араласып кірмейсіз? Өтініш, мына тупойлардың ішіне кіріп, тас талқанын шығарыңыз, оған сіздің шамаңыз келеді дейді. Арты 72 деген жігіт. Уағалейкум ассалам, мен саясатта жүрмін. Бәріңіз де саясатта жүрсіздер. Мен Қазақстанның саясатына кірмек деген сөз жоқ. Менің осы жүргізіп отырған сөйлегенімнің өзі саясат. Мен қазақ халқын қайтадан ағарту жұмысымен айналысудамын. Қазақ халқының тарихи, саяси, геосаяси, ұлттық, мемлекеттік нанымын қайтадан ояту үшін, тірілту үшін, қазақты қайта ағарту үшін. Менің әкем де ағартушы болған, атам да жәдиттік ағартушы болған, мен де ағартушымын. Міне. Сондықтан бұл саясат. Саясатқа кірмеймін деген бекер сөз. Саясатқа ит қорадағы ит кірмейді, саясатқа есек қорадағы есек кірмейді, саясатқа сиыр қорадағы сиыр кірмейді, саясатқа екі аяқты бенденің бәрі кіреді. Сенің өмірің саясат, сенің киген киімің саясат, сенің балаңның қандай білім алу саясат, сенің жақсы өмір сүресің бе, аш-жалаңаш кедей кепшік болып жүресің бе саясат, сенің аман сау жүресің бе, ұрығары қарақшылар сені кез келген уақытта соттай ма, тірлігің, бизнесің жүре ме, жұмысың жүре ме, балаң дұрыс білім ала ма, бәрі саясат. Ауырсаң дұрыс емделесің бе, бәрі саясат. Сондықтан саясатқа кірмеймін деген сәбеттен қалған, құлдық заманнан қалған дүние. Саясатпен арналасуға, мынау Астананы жаулап отырған, анау ұрығары жемқор депутат, өңкей надан кіл, құлғытанның тұқымдары, солардың төбесіне Құдай саясатпен айналсын деп лицензия беріп, шешесінен туғанда қолына компартияның лицензиясын алып туып па? Жоқ. Саясатпен бүкіл қазақ араласуға қақылы. Қазақ жерінің байлығын сол ұрығары 200 отбасы ғана бөлісіп алуға міндетті құқылы емес. Қазақ жерінің байлығы әрбір қазақтың, әрбір жапа шегіп отырған қазақтың басқаруға, қызығын көруге құқысы бар. Қазақтар егер өзінің байлығына өзі ие болатын болса, мына нұрғауындық жүйені тасталқан қып аударатын болса, әрбір қазақ жатып жейтін, әрбір қазақ арықтан арман бай болатын, әрбір қазақ бүкіл әлемнің ең ірі қаласы Лондон, Нью-Йорк, Дубайдан, Парижден, Берлинден үй алып тастайтын, әрбір қазақ еріккенде Токиоға, Сеулге ұшып барып, шаршағанда Парижге барып деп алып келетінде байлыққа ие бола алады. Мәселе бізді ол байлықтан қағып отырған мынау көрінде өкіргір, тойымсыз құлғытанның тұқымдары, мына нұрғауындық жүйе, мына 200 отбасы, осы 200 отбасы бүкіл 20 миллион қазақты сорлатып отыр. Шетелдегісі бар, Қазақстандағысы бар. Осы нұрғауыннан қалай құтыласың? 20 миллион қазақ мына дүниеде жәннаттың не екенін көретін боласың. Мен айттым. Балам дұрыс білім алады. Қызың қызша өседі, жезөкше болып кетпейді. Көшеде жезөкше болмайды. Ұлың ұлша білім алады. Тегін медицина, кредит болмайды. Мұнайдан, газдан, ураннан, алтыннан, күмістен түскен бүкіл байлық қазақтардың жан санда қарап беріледі. Әрбір туған баланың есеп шотына 200 мың, 300 мың доллар беріледі. Әрбір 3 бала, 4 бала туған әйелге $1 миллион сыйлықақы беріледі. Бала бақшадан тартып университетті тауысқанға дейін оқу тегін болады. Екінші диплом алам, екінші тегін болады. Үшінші диплом алам, тегін болады. Шетелге магистратура, докторантура оқимын десең тегін барасың. Америка, Англия, Франция, Германия, Жапония, Корея, қай елге барып оқисың, тегін оқисың. Соншама бүкіл қазақты ырғын қылып, қолыңа қаразеңгілерді құлғып ұстап, ағылшындан ақылшы алып, француздан шаш жасатқып, неміске тырнағыңды боятып отыратын сондай байлықты мына 200 отбасы ұрдап жырдап шетел асырып тығып отыр. Осыларды құрт, осыларды құлат, сонда бақытты өмір сүресің қазақ.